Бұл ғажайып хикая жаздың аяғында күн нұрын шашып тұрған кезде болды. Бар тіршілік жаздың жайма шуақ күніне масаттанып жүргенде кенеттен аспанды қара бұлт басты. Не болды, не боп кетті? Неге алып келдің күзді? Әлі ерте емес пе? Деді күн. Қарашы, балалар әлі менің жайма шуақ күндеріне шаттанып жүр. Сондықтан күздің келуіне әлі ерте деді. Қара бұлт ренжіп, көкжиектен асып барып, одан әрі жылады. Ал күн болса, одан әрі жарқырап, жайнай түсті. Бірақ уақыт өте келе, күннің нұры азайып, барлық табиғат сарғайып, жеміс-жидектердің бәрі сола бастайды. Сол кезде күн қорқып, не істесем екен? Енді адамдардың барлығы тәтті жемістерсіз қалатын болды деп абыржып, жан-жағына қараса, көкжиектің арғы жағында барлық жеміс-жидек пісіп, егіннің жайқалып өскенін көріп, қара бұлтқа барып кешірім сұрайды. Содан бері күн мен бұлт достасып, адамдарға бірігіп, қуаныш сыйлай бастады. Танышқан бешікке жүгіріп келеді. Неткен әдемі